Қазақстан мен Латвия жасыл көпір бағдарламасын өзара жүзеге асырмақ. Бұл туралы Балтық елінде өткен мемлекетаралық конференцияда айтылды. Жиынға екі жақтың кәсіпорын, ұйым және мекеме өкілдері қатысып, жасыл экономика тақырыбында әңгіме қозғады. Сонымен қатар басқосу барысында бірнеше маңызды құжатқа қол қойылды. Жасыл экономика тұжырымдамасының мәні мен мағынасы артып, төрткүл дүниенің аузынан түспей жүр. Қазақстан бастамасын көптеген ел қолдап, жасыл көпір әріптестігін орнатты. Мақсат табиғи байлығын сақтап, осы бағытта қоян қолтық жұмыс істеу. Енді бұл іске латвиялықтар да қосылды. Бүгін маңызды қадам жасалды. Енді екі ел арасында қарым-қатынастың үдей түсетіні сөзсіз. Тараптар өзара тәжірибе алмасып, әріптестіктің жаңа деңгейін бағындырмақ. Отрадно, что Латвия мен Қазақстанды байланыстыратын ортақ істер көп. Енді жасыл экономика бойынша тығыз байланыс орнады. Бұл тараптар үшін өте тиімді. Латвиялықтар жасыл экономикаға әлі көшкен жоқ, бірақ бұл сала бойынша атқарылып жатқан шаралар аз емес. Елде су қорын тиімді пайдалану, қалдықтарды қайта өңдеу, қуат көзін үнемдеу секілді өрелі істер ауыз толтырып айтарлықтай. Нам очень интересен опыт. Латвиялық әріптестердің тәжірибесі қатты қызықтырады. Әсіресе экологиялық жоспар, салық салу жүйесі бойынша білгіміз келеді. Біздің де айтарымыз бар. Жиын барысында Экспо 2017 көрмесі де жан-жақты талқыланды. Латвиялықтар болашақтың қуаты тақырыбындағы шараның мәнін атап өтті. Такую возможность упустить, на мой взгляд, нельзя. Қазақстан астанасында өтетін көрмеге бізде өз дүниемізді ұсынуды жоспарлап отырмыз. Маңызды шарадан қалыс қалуға болмас. Бұл бағыттағы жұмыстар басталып та кетті. Конференцияға қатысушылар Рига, Лиепа және Юрмала қалаларындағы қоршаған ортаны қорғау нысандарын аралап, осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға қанық болды. Дариға Ташжанова, Мария Иванова, Эдуард Колик, Рига, Латвия.